Ұстаз, неге туалетте сөйлеуге болмайды дейді. Жаттап алыңыздар, жазып алсаңыздар да болады. Періштелер туралы айтайын, сол кезде осы туалетіңіз сол кезде шығады. Адамда әрдайым қасында 10-нан аса періште жүреді. Соның екеуі оң жақ, сол жағыңыздағы караман, катибин, жазушы періштелер, екеуі. Адамның екі көзінде екі періште болады, төртеуі. Адамның екі иегінде екі періште болады, екі періште болады. Бұлар салауат айтқан сайын пайғамбарымызға Мединаға жеткізеді, 6 періште болды. Адамның аузының өзінде тікелей бір періште болады. Ауыздан шыққан нәрселерді, кірген нәрселерге, және жылан, шаян, басқа нәрселер кіріп кетпеуіне себепші болады. Және екі періште болады. Адамның алдынан, артынан жүретін екі періште болады. Бұлар қорғаушы періштелер дейді. Сонымен бірге адамның жүрегінде, ойында періштелер жүреді дейді. Санасының маңайында адамға Алланы еске салып тұратын періштелер бар. Мысалы, жақсы жерде ой салып, мынадан қайт, мынадан жақсы, мынау жаман деген сияқты нәрселер кейде ой келеді ғой. Соны сізге Алланың періштесі салып отырғанын біліңіздер. Одан кейін жаңағы айтпақ болған әжетханада мына періштелер сыртта түсіп қалып қалады. Бұлар кірмей қалады. Сондықтан сен отырып алып, телефон көруге, сөйлесуге, жақсы нәрселер, яки жаман нәрсе айтып, телефонмен сөйлесетін жер әжетхана емес алтыным.